Ақтөбе өңірінде қызылша ауруы дендей бастады. Вирустық жұқпалы дерт жыл басынан бері 300-дей адамнан анықталған. Оның 40-тан астамы індеттің ауыр түріне шалдыққан екен. Науқастардың басым бөлігі 7 жасқа дейінгі балалар. Қазір емдеу мекемелерінде қосымша кереуеттер әзірленіп жатыр. Ахуалды өңірдегі әріптесім өрбітеді. Қазір облыстық инфекциялық ауруханада 25 науқас қызылшадан емделіп жатыр. Жағдайлары тұрақты, дәрі-дәрмек жеткілікті дейді мамандар. Ал бір адам жансақтау бөліміне аурудың асқынған түрімен жатқызылған. Үздіксіз емнің нәтижесінде ол пациенттің де жарасы азайып, беті бері қарағанын айтады дәрігерлер. Жұқпалы инфекция әсіресе балалар арасында жылдам тарап барады. Қаланың өзінде қосымша 50 төсек орын дайындалған. Аудандарда да кереуеттер артығымен әзірленген. Ауыр түрімен 42 науқас бізде болды. Оның ішінде асқыну деген ол пневмония, ларингит, неврологический аурулар. Қазіргі таңда бізде бір науқас жатыр, жаңағы жансақтау бөлімінде бір науқас, ол жаңағы өзінің диагнозы бар, ДЦП. Қызылша дерті Ақтөбеде ақпан айынан бастап тарады. Алғаш Түркиядан ұшып келген жолаушыдан анықталған еді. Содан бері 300-дей адам вирус жұқтырып дәрігер көмегіне жүгінген. Сырқатты жұқтырғандардың 85% вакцина алмағандар дейді мамандар. Яғни екпе салдыруға қарсылық танытқандардың көбеюі жағдайды ушықтырып жіберген көрінеді. Вакцина ол күнтізбесіне сәйкес 1 жасқа толғанда бала алады. Сосын сол вакцинасын ревакцинасы дейді. Ол 6 жасында алыну керек. Қазіргі таңда бізде облыста алынбаған балалардың тіркелу саны бар. Олар 600-ге жуық бала бар. Бүгінгі таңға осы аурудың эпидемиологиялық жағдайы тұрақсыз болғандықтан біз 0-18 жасқа балалар вакцина алынбай қалған дер кезінде солардың егуі жалғастырылуда. Бүгінге дейін 225 науқас қызылшадан толықтай айығып шықты. Дегенмен дәрігерлер аймақтағы ахуалдың тұрақсыздығын ескеріп, тұрғындарды екпе алуға шақырады. Қазір қоймада республикалық бюджет қаржысына алынған 30 000 вакцина тұр. Иммундау жұмыстары тегін жүргізіледі. Райгүл Эншібай, Жомарт Құдайберген, Алматы телеарнасы, Ақтөбе облысы.